Ал сіз білдіңіз бе, Титаник апаты кезінде адамдар шын мәнінде нені көрді? Бұл видео сол түнде болған сұмдықты көз алдымызға алып келеді. Және мүмкін, сіз бұрын мүлдем басқаша елестеткенсіз. Көп адамдар апатты осылай елестетеді. Мынау 1997 жылғы әйгілі фильмнен көрініс. Ал енді қараңыз. Міне, бәрі шын мәнінде қалай болған. Қайғылы оқиға түн ортасында орын алады. Сол түні аспанда айда болмаған, ал мұхит мүлдем қараңғы еді. Жарықтың жалғыз көзі Титаниктің өзі болған. Тіпті кеменің шамдары жанып тұрғанда көрініс үрейлі көрінген. Араға бірнеше сағат салып, алып кеме толығымен су астына кетеді. Онымен бірге соңғы жарық сәулесі де өшті. Сол сәтте тірі қалғандар қараңғылықтың, суықтың және көмек сұрап айқайлаған дауыстардың ортасында қалған. Міне біз бұрында сол түнді дәл осылай елестететінбіз. Ал мына сурет сол түннің шынайы қорқынышты көрінісі. Егер сізге сол апаттан аман қалған адамның біріне сұрақ қою мүмкіндігі берілсе, не сұрар едіңіз? Достар, осы видео туралы өз ойларын комментарий жазыңдар, достармен бөлісіңдер, маған тіркеліп қойыңдар. Сіздермен бірге болған қызық бар. Барлықтарыңызға рахмет.